Ұлағатты ұстаздар күніне арналған іс-шаралар шаһарда жалғасын табуда. Дәстүрлі мереке бұл жылы жастар аллеясында тойланды. Ерекше құрметке лайық жандардың төл мерекесі қаламызда кеңінен аталып өтті. Қалалық білім бөлімі ұйытқы болған концерт әріптер вокалды хореографиялық композициясымен ашылды. Кейін Ұлы Абай әдеби көркемсөз қойылыммен жалғасты. Мерейлі мерекеде ұстаздарын құттықтаушы шәкірттердің де қарасы қалың болды. Барлық ұстаздарды төл мерекелерімен құттықтаймын. Оларға істерінде табыс тілеймін. Барлық қалалық және осы қазақстандық ұстаздарды төл мерекелерімен құттықтаймын. Жалпы саны 300-ден астам ұстаздар қатысқан бұл жиында қала әкімі барша білім қызметкерлерін мерекемен құттықтады. 47 ұстазға құрмет грамотасын табыстап, 11 ұстазды 100 000 теңге сыйақымен марапаттады. Бүгінгі ұстаздар мерекесімен бүкіл ұстаз қауымын құттықтаймын. Құрметті ұстаздар, төл мерекелеріңіз құтты болсын. Мектепке дейінгі мекемеде жұмыс істеп жатқаныма міне 26 жылға кетті. Міне осындай еңбегіміз балаларға сіңірген, еңбегіміз еленіп, осындай алтын шәкірттер дайындай берейік. Тек қана Қазақстанымыз гүлдене берсін. Шара концерттік бағдарламалармен жалғасып, ардагер ұстаздарға құрмет көрсетіліп, арнайы сыйлықтар мен гүл шоқтары тапсырылды. Жақсыберген, Әсел Ишамбек, Азат Байтемір, 7/7 News.